Кеше Алматыда эстрада әншісі Қайрат Нұртастың інісі Заңғардың үйлену тойы өтті. Жұлдызды әлеуметтің қонақтары, ең жақын туыстары, құда-жекжат достары мен өнердегі әріптестері жас жұбайларға ақ тілегін арнады. Сондай-ақ кеш қонақтары салмағы 16 килограммдық болатын 5 қабатты торт ұсынылды. Алматыдағы зәулім мейрамханалардың бірінде өткен Заңғардың үйлену тойына 300-ге жуық қонақ шақырылыпты. Алайда той иесі Гүлзира Айдарбекованың сөзінше қонақ саны одан да көп болған. Осы жолы 500 адамға той жасамасақ, қояйық, кішігірім той болсын дедік. 300 адам шақырдық. Қайраттың айтуымен мейрамхана таңдадық. Бәрі ұнады, деді Гүлзира Айдарбекова. Қайраттың әкесі Нұртас Айдарбеков те тойға шақырған қонақтардың бәрі келгеніне риза екенін айтты. Бәрі келді, артығымен келді. Құдай кең болсаң кем болмайсың дейді ғой, бәрі де сияды, дейді той иесі. Жаңа түскен келіннің бетін айтыскер ақын Жандарбеков Бұлғақов ашты. Жұлдызды әлеуметке келін болып түскен Индираны желді енесін ұқсатып жатқандар көп. Осыған қатысты Гүлзира Айдарбекованың өз пікірі білдірді. Әрине, жұрттың бәрі ұқсайды дейді ғой, енді көреміз. Әзірге жақсы ойымыз шығып жатыр. Әлі кішкентай қыз ғой, бар жоғы 20-да. Үйленері көп, дейді Заңғардың анасы. Той үстінде Заңғардың өзінен де пікір салудың сәт түсті. Оның айтуынша, Индираға бір көргеннен ғашық болып қалған. Тойда танысты, ғашық болып қалдым. Арада 5 ай өтті, міне отбасын құрып жатырмыз. Тойдың ең жақын адамдарымызбен кішігірім тойханада атап өтеміз деп шештік. Үлкен болса да атмосфера мұндай болмайды, дейді Заңғар Нұртас. Отбасылық шараға қонақ болып келген әнші Құдайберген Бекіш Айдарбековке отбасының әр тойының қалмайтынын айтады. Негізі осы кісілердің тойлары қашанда эксклюзив болып өтеді. Гүлзира ханым мен Нұртаспен 20 жыл доспыз. Біз қашанда жақсылыққа ортақпыз. Заңғар баламызды кішкентайынан білеміз, Қайратты да білеміз. Біргеміз, көңіліміз той болды. Қазақ эстрадасының танымал жұлдыздары келіп отыр. Бүкіл кісілердің жүрегі кең, қашанда дастархандары мол. Мен ағасы ретінде, өнердегі ағалар ретінде әрқашанда тойдан қалдырмайды. 2 жасқа бақыт тілеймін, дендері сау болсын, балалары көп болсын, үбірлі-шүбірлі болсын, халықтың ардақты аяулы азаматтары болсын, деді Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Құдайберген Бекіш. Белгілі қобызшы, әнші Заңғардың бөлесі Ақерке Тәжібаева да отау құрған жастарға тілегін арнады. Әр адам үшін үйлену тойы, отау көтеру өміріндегі ең негізгі ұмытылмас сәттер бірі. Сондықтан тілейтінім ең бірінші адал жар болсын. Тәтті әрі мағыналы махаббат тілеймін, сабырлық тілеймін. Отбасы болғаннан кейін міндетті түрде адам бір-біріне төселе білуі керек. Сабырлық, түсіністік, қолдау қажет. Бір-бірін қолдап кешірімді бола білсе, махаббатты отбасы да ұзағынан болады деген ойдамын. 2 жасқа бақыт, ұзақ өмір тілеймін. Көп ұзамай кішкентайлы болып, сол тойда барлығымыз бас қосып, қызметтесіп, қуаныштарына ортақтасып келіп отырайық. Бар жақсылықты тілеймін. Үлкен әпкелер мен ағаларынан үлгі алып, әке-шешелерінен үлгі алып, бақытты келіп отбасы жанұя болсын, дейді.